Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Мінекей біз Кореяның керемет 2 литрлік газбен жүретін кран дөрлері бар. Барлық сіздерге көрсету арқылы бізден біраз кісілер биылдыққа былтыр сатып алған кісілер бар. Алған кісілер өте мақтап жатыр. Сол себепті сіздерге тағы да бір қиындай санатта 2 литрлік газ 2019 көлігін ұсынбақпыз. Біз бастаймыз. Капотын ашайық, мотордың қалай жұмыс істеуі және көлікте алдыңғы соққы алған алмаған біз сіздерге бір анықтап көрсете кетейік. Пластмастардың барлықтары жаңа, тап-таза көрініп тұр, алдыңғы соққы болмаған екені. Заводской сваркалары бәрі орнында тұр. Оның үстіне мына жердегі болттары шешілмеген, бәрі таза. Шашкалары ауыспаған, немесе қатты соққы алмаған. Біз жіберген көліктер ашып айтамыз. Орылса орылды, орылмаса таза деп. Мінекей, бәрі жақсы, бәрі заводской. Керемет. Мотордың жұмыс істеуін қарасаңыздар, өте жақсы жұмыс істеп тұр. Сағат сияқты. Қандай керемет. Енді салонның ішін көрсетейін. Есіктердің бәрі таза, жақсы, керемет. Жылы 2019 орындықтары бәрі жақсы. Іштердің бәрі жатылып, басқа не болып тұрған жоқ. Мінекей барлықтар отырмаған орындықтары, плавы сидениясы бар. Мына жағында регулировка фарасы. Енді мынаны алып тастауға болады. Кәрістер өздеріне кішкене осыны қойып қойған екен. Мінекей мына жағына астына жанып қоятын лампочканы қолдан жасаған екен. Және бұл жақта мультируль. Мінекей іш жақтарында полировканы өткен, салфан кигізіп қойған. Орындықтардың бәрі жап-жаңа, тап-таза, керемет. Мына жақтың бәрі тап-таза, жақсы. Енді кореецтер көліктерді негізі жақсы қарабай дейді. Мына жағында эко-режим, бұл газбен жүретін болса да өте аз жейді көліктің жанармайды. Мына жақта қарасақ, енді двухканальный климат контроль емес, кәдімгідей пешкасы, кондері барлығы жақсы жұмыс істейді. Алдо сидениясы бар. Мінекей тек не жағында ғана, водительский жағында ғана. Орындық ысытқышы, подогрев зеркала, кондер, мінекей барлықтары бар. Монитор, задний камера. Коробкасы жақсы, коробкасы теппейді. Өте керемет, мультируль. Мына жақтардың бәрі таза, кең. Енді қараңыздар, Қазақстаннан маған көп кісілер хабарласып жатыр. Hyundai Accent көлігін сұрап жатыр. Сол Hyundai Accent көлігімен бағасы бірдей, одан қараған кезде әлде қайда іші кең, 2 класс жоғары көлік, мінекей Hyundai Sonata. Осы көлікті алсаңыздар болады, жағдай өте керемет, еш жері не болып тұрған жоқ, бәрі таза. Оның үстіне корейский сборка, заводской газ көлігі. Бұл көлікке жақсы көңіл бөліп, майын барлығын уақытылы ауыстырып қарайтын болсаңыздар, 1 миллион километрге дейін жүре алады. Қараңыздар, аяғым әжептәуір 15 сантиметрдей жетпей тұр. Менің бойым 1,78, салмағым 76 деп кетсең. Мінекей кожасын бәрі жақсы, артында желдеткіші және тұтатқыш. Мына жақтарында поликтері резиновый. Енді бұндай поликтерді алатын болсаңыздар арнайы тапсырыс бересіздер, немесе Қазақстанда бұндай поликтер толып тұр. Енді арт жақтағы орындығында бұның Hyundai Sonatаның иесі чехол қаптаған екен. Ал енді мынаны спокойно алып тастауға болады. Мына жерлерінде өзінің шығатын нелері бар. Соны алып тастаса, кожаный салон, еш жерін кесіп, еш жерін қолдан жасамаған, бәрі жақсы, керемет. Мінекей салонның бәрі тап-таза, өте керемет. Бұл көлік ең арзан көліктердің бірі. Осыны көліктерді сіздер тапсырыс беріңіздер. Бензиннен қарағанда әжептәуір арзан, ал жүрісі жағынан ешқандай кем емес. Ал бензин жанармай жағынан
Бұл газ бензинге қарағанда әжептәуір бағасы арзанға түседі. Сенбесеңіздер, өздеріңіз есептеп көріңіздер. Мінекей бұл Hyundai Sonata паралары рестайлинг. Осындай көліктен бізде қазір 5 тұр. Біреуі осындай күміс тәрізді түс, қалған төртеуі белый жемшік. Жағдайлардың бәрі жақсы, ауыр соқ қалмаған. Енді бір-екі жерінде ғана боялған жер болмаса, басқа жердің бәрі таза. Растаможкасымен бағасын есептеп қойдық. Ең қолжетімді баға әрине сіздер үшін. Қыс айына төзімді бағасымыз есептедік. 7 миллион 200 бен 7 миллион 300-дің арасында паткөз шығатын болады. Олай болса, көліктің айналасын бір көрсетейін. Мінекей енді бұл заводшы газ көліктерінде 205, 65, 16 размер тұр. Кейбір кісілер бұл көліктің тағы да титанкы сұрайтын болса, мысалы 18 размер титанкы сұрайтын болса, біз бұл титанкілерді арнайы сатып алып, салонына салып жібере алатын боламыз. Енді бұл бағасы арзанға шығып тұрғандықтан, енді мынау 2 литрлі бензин сұрайтын кісілер болатын болса, олардың бағасы 8 миллион 400-ден бастап 8 миллион 800 теңгеге стерең комплектациямен полный комплектация санатта алсаңыздар болады. Енді мынау өзінің бағасына лайықты алып айдасаңыздар да, Қазақстанда сатсаңыздар да өзінің бағасын жоғалтпайды, әрі 1 миллион теңге қойып, немесе 1,5 миллион теңге қойып сатуға болады. Ал егер полный санатта көргілеріңіз келсе, біз кеше ғана жібердік. Обзорын тағы да сіздер үшін қайталап түсіретін боламыз. Ол санаттаны адамдар отырған кезде барлық комплектация бар. Енді бағасы 8 миллион 600, 8 миллион 500, 8 миллион 800-дің арасына шығады. Енді оны да сататын болсаңыздар, оның айналасында сатуға болады. Енді Кореяның көліктері Қазақстанда да қымбаттап жатыр. Себебі Кореядан өзінде қымбат ол көліктер. Олай болса, бұның артқы диодында мінекей мынау көліктің рестайлинг паралары бар, және простой. Енді простойында артына лампочка болады, а мынау рестайлинг болғандықтан осында диодтары жанады. Және өте әдемі. Бұл көлікке барлық полировка жасалып қойған. Мінекей артынан ашатын болсақ, мына жерде кнопка бар. Кнопканы ашамыз. Іші сондай тап-таза, бәрі керемет. Мінекей. Мынау кейбір газбен жүретін көліктердің артында осындай болады. Запасной баллоны, данкраты, және арт жақтан ешқандай удар алмаған, тап-таза заводской спаклерлер орнында тұр. Енді мынаны қолдан жасаған екен. Енді бұл Америка жаған кезде ескерту.